Армысыздар, бұл полиция KZ бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Шұғыла Тұрлыбек. Патрульдік полиция жасақтары, олар көшелер мен басқа да қоғамдық орындарда азаматтардың қауіпсіздігін сақтау үшін қызмет етеді. Ақтауда 4 патрульдік рота, 3 автомобиль, 1 жаяу рота қызмет етеді. Олар тәулік бойы қала жолдарын күзетеді. Таңертең және кешке жаяу патрульдер балалар мектепке барып, үйлеріне қайтып келе жатқанда мектептердің аумақтарында кезекшілікте болады. Олар сондай-ақ қаладағы криминогендік аудандарда кезекшілік етеді. Полицияның әмбебап қызметкерлері жолдардағы тәртіпті қадағалап, оқыс оқиғаларға да алғашқылардың бірі болып ден қояды. Патрульдік қызметтің басты бағыттарының бірі құқық бұзушылықтардың алдын алу және заң нормаларын, ережелерді түсіндіру, азаматтарға кеңес беру. Профилактикалық іс-шара жүреді, сол себептен сізді тоқтатып тексеріп жатыр. Қазақша түсінесіз ғой? Шетел азаматы жүргізуші куәлігін рәсімдемеген. Инспектор оған осы жағдайда не істеу керектігін түсіндіруде. Азамат қашан алдыңыз? Bir жыл болды. Не себептен осы кезге дейін жүргізуші куәлігін алмадыңыз? Құқық бұзушы жүргізушілермен жұмыс жасауда патрульдік қызметтің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Пара ұсыну, жоғарыда қолдаушыларының барын ескерту, көз жұма қарауға өтініштер. Мұның бәрі жауапкершіліктен жалтарудың әдеттегі схемасы. Полицейлер ереже бұзған жүргізушілерді учаскеге апарып, көлікті айыппұл тұрағына қояды. Өткен демалыс күндері мас жүргізуші қылмыскер жедел алдын алу акциясы барысында полицейлер мас жүргізушілер тізгіндеген 11 көлікті тоқтатты. Біздің басты мақсатымыз құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, азаматтардың құқықтарын қорғау және де жол қозғалыс ережелерін бұзушылықтарын болдырмау. Ақтау полициясының патрульдік батальонында тәулік бойы ауысыммен жұмыс істейтін 205 қызметкер бар. Кезекшілік басталар алдында полицейлер тексеруден өтіп, қару-жарақ, техника, радиоаппаратура, бейне тіркегіш пен электрондық планшеттер алады. Рота саптал, реттейді, зел, түтіктір, бұйрам, Ақтау қаласы бойынша қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, азаматтармен ілтипатты қарым-қатынаста болуға, атыс қаруды, арнайы құралды заңға сай қолдануға. Жыл басынан бері Ақтауда патрульдік полиция қызметкерлері 4 мыңнан астам әкімшілік хаттама толтырды. Олардың жартысынан көбі жол қозғалысы ережелерін бұзған үшін. Сондай-ақ олар 34 мас жүргізушіні ұстап, 27 қылмысты ашты.